Жаңақорған ауданы, Жаңақорған агротехникалық колледжі ЖТК құрамасы. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня. Жайдарманда көрермен бар кезде күлдіре алмайтын команда едік. Көрермен жоқ кезде қалай күлдіретімізді білмей тұрмыз. Күлдіру үшін онда праймерис туралы айтайық. Сонымен біз праймерistің пікірін соңдайын тыңдаған болатынбыз. Құрметті қалайық, егер маған дауыс берсеңіздер, жанармайларыңыз тегін, маршруттарыңыз тегін, оны аз десеңізде кредиттеріңізде жауап берем, бірақ айлық жоқ. Ал енді достар, біз Жаңақорғанның агротехникалық колледжінен келдік. Біздің колледждің басшысы бір тастан 7 түрлі өнім жасап шығарған. Бізде бәрі өнерлі. Мысалы, сіздер жай тасты лақтыратын болсаңыздар, біздер тастан буршатк істеп лақтырамыз, шлакоблок істеп лақтырамыз. Сосын біздің Жаңақорғанда батпақпен емдейтін санатория бар. Мысалға, сіздерде балаларыңыз батпаққа қаласа, ұрсасыздар, ұрасыздар, ал бізде ем болсын дейді. Ендеше өз құндылықтарымен мақтанатын ЖТК жалғастырамыз. Көреміз, бірдемесін ұмыт кете беретін хирург. Не ұмыт кеттім мен мынаған, бастай берейші, көреміз сосын. Ей, наркоз! Көреміз, өмірде ауру деген ұғым болмаса. Ана фундаментке көп отыра бермесе? Неге? Сындырасың ғой? Бізге бұл әзілді ойнауға Сабжанаған көмек керек болады. Сабжанаға ортақ есеңіз. Детектор лжи, яғни шындықты анықтайтын құрал Сабжанағамен бірге. Олай болса, бірден сұраққа көшейік Сабжанаға. Жалпы бүгінгі ойынға қалай келдіңіз? Арнайы шақырды ғой мен. Өзім айтқам. Адам болмаған соң шақырған шығар. Олай болса, екінші сұраққа көшейік. Жалпы Әліби ағаға деген көзқарасыңыз қандай? Жақсы кісі ғой. Пендешілігі бар шығар. Енді танысып отырып, енді көріп отырмын. Олай болса, соңғы сұрақ. Осы Жайдарманда ЖТК құрамасы жартылай финалға өте ма? Өтеді. Жоқ, өтпейді. Енді жюри шешеді шығар. Құрметті қазылар алқасы, Білдей жастар ресурстық орталығының директоры ойнап тұрған команданы ұшырып жүрмейді жарыстар. Сіздермен бірге болған ЖТК құрамасы. Рахмет. Рахмет. ЖТК құрамасы Қызылорда облысы Жаңақорған аудандағы Жаңақорған аудандық агротехникалық колледж директоры Жомарт Абибулла ұлына өз алғыстарын білдіреді.